14-ші дәріс авторлық құқық. Авторлық құқық – бұл адамның өз шығарған шығармасына қатысты заңмен қорғалатын құқықтары. Авторлық құқық шығарманы рұқсатсыз көшіруге, таратуға, өңдеуге немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Мақсаты – автордың еңбегін қорғау және оның шығармасын заңсыз пайдаланудан сақтау. Шығармашылықпен айналысатын адамдарға өз еңбегі үшін әділ табыс алуға мүмкіндік беру. Қоғамда зияткерлікті, меншікті құрметтеу мәдениетін қалыптастыру. Міндеттері – автордың құқықтарын тану және қорғау. Шығарманың заңды түрде қолданылуын зерттеу. Авторға өз еңбегін басқару және пайдалануға рұқсат. Авторлық құқық екі негізгі түрге бөлінеді. Мүлікті құқықтар – шығарманы пайдалану, көшіру, сату, жариялау, лицензия беру сияқты әрекеттерді рұқсат ету немесе тыйым салу құқығы. Мүліктік емес құқықтар – автордың атын көрсету, шығарманы бұрмалауға жол бермеу, автор ретінде танылу құқығы. Қорытындылай келе, авторлық құқық шығармашылық еңбектің құндылығын арттыратын және автордың мүддесін қорғайтын маңызды құқықтық тетік. Ол шығарманың заңсыз қолдануына жол бермей, авторға өз еңбегін еркін басқару мүмкіндігін береді. Авторлық құқықты сақтау қоғамның мәдени дамуы мен зияткерлік әлеуетін нығайтудың негізгі шарттарының бірі.